Досаевтан құтылып алматылықтар мәз-майрам болып жатсыздар ма? Қуаныштарыңыз қойындарыңызға сыймай, бөріктеріңізді аспанға атып жатқан осынау жаңағы үлкен өзгеріс шынында да еліміз үлкен бір резонанс оқиғалардың біріне айналып кетті. Себебі қазіргі кезде әкімдерді тағайындау, әкімдердің қызметінен кетуі, біреулері ұзақ отырады, біреулері бірден кетіп жатады. Қалай дегенмен де әкімдердің командамен келіп, командасымен кетуі, өзінің айналасына туыс-туғандарын жинауы, жақындарын, жерлестерін, тіпті руластарын жинауының өзі қауіпті үдеріске айналып бара жатыр. Бұндай оқиғалар сонау Қонаевтың тұсында, енді қазақ хандығын айтпағанның өзінде, мынау кеңес үкіметінің тұсында да осындай үлкен оқиғалар болған еді. Бірақ мына атақты елімізді басқарған адамдардың ішінде Шаяхметовті айтуымызға болады, Нұртас Оңдасынов ағаларымыздың тұсында осы трайбализмге үлкен көңіл бөліп, оны болдырмауға тырысқан еді. Шаяхметовтың тұсындағы өзгерістер енді шынында да жалғасатын болса дейді, онда Қазақстан бұрын-соңды жетпеген жетістіктеріне жетер еді дейді. Яғни мына руластарын жинау, таныс тамырларын жинау айналасына. Кім мықты, кім білікті, кім халыққа қызмет етеді, сондай адамдарға орын беру осы мына Шаяхметов пен Оңдасыновтың тұсында өте керемет жүзеге асқан еді. Соның нәтижесінде Қазақстанда бұрын-соңды болмаған индустриялық өзгерістер болды. Оны тарихшы ретінде айтып отырмын сіздерге. Енді мына Досаевтың кеткен оқиғасы расында да Қазақстанда сондай бір үлкен оқиғаның біріне айналып отыр. Өйткені Досаевтың тұсында Алматыға бөлінген қаржы Алматыны алтынмен аптап, күмістен күптеуге жететін еді дейді сарапшылардың бір бөлігі. Енді бұл әдеби теңеу болғанымен, расында да қаншама қаражат мақсатсыз нәрселерге жұмсалған. Және Досаевтың тұсында оның жақындары, оның сөзін сөйлеген адамдардың ықпалды адамдарға айналуының өзі қауіпті нәрсе. Енді еліміздегі әкімдерді тағайындау қалай жүреді? Ол АП-ға байланысты ма, яғни президент әкімшілігіне байланысты ма, әлде жергілікті жердегі халықтың қолдауына ие болған адамдар әкім болып жатыр ма? Мысалы, тәуелсіз Қазақстанның тарихына қарайтын болсақ, елдің есінде қалған әкімдер саусақпен санарлық. Ондай әкімдерді тіпті халық жылдар бойы ұмытпайды. Әкімдік лауазымға біреулері бірден келіп, бірден кетіп жатады, кейбіреулері жылдар бойы отырады. Тіпті өмір бойы әкімдік қызметті әр облыс атқарып атқарған адамдар да бар. Мысалы, Даниал Ахметовті ата сақалы аузына түсіп, енді қаншама жастарымыз болғанмен, Даниал Ахметов күні кешеге дейін орнын босатпай келді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Ондай әкімдер жеткілікті. Енді мына Досаевтың кетуіне байланысты мына бір қызықты сараптаманы оқып отырмын. Мына Досым Сәтбаев дейтін белгілі саясаттанушы ағамыз бар. Соның айтуына қарағанда, әкімдердің жергілікті жерге барып тағайындалу, яғни ол Қызылордаға, ол Атырауға, ол Маңғыстауға, ол Алматыға әкім болсын, оны орталықтан тағайындауға ықпалы көбірек болады дейді. Және ол мына жергілікті жердегі халықтың сеніміне қарағанда, мына орталыққа деген адалдығы басты орынға шығады екен. Және әкімдерді тағайындау, ол мына халықтың наразылығын әкімге мына халықтың мәселесін шешуден гөрі, халықтың бойындағы бүкіл ашу ызасы бар наразылығын бойына сіңіріп, дейді, губка сияқты дейді, мына Досым Сәтбаевтың айтуына қарағанда, сіңіріп, оны сығып алып, келесі жаққа ауыстырып жібереді дейді әкімдерді. Яғни, белгілі бір жерге мысалы 4-5 жыл әкім болады, ол сол жердегі шешілмейтін бүкіл мәселелерді тікелей орталықтың кінәсі емес, бұл әкімнің басқара алмай отырған кінәсі деп есептеу арқылы сол әкімге бүкіл негативті үйіп төгеді. Мысалы, соның алдында 20 жыл бойы шешілмей тұрған мәселені 4-5 жыл болған әкім шеше алмайтыны анық, 20 жыл, 30 жылдан бері шешілмей тұрған мәселе. Және сол негативтің бәрі сол тұстағы әкім болып тұрған адамға айтылады да, Астана судан сүттен таза болып тұрады. Және сол әкімге бүкіл негативті сіңіріп алғаннан кейін, ол әкімді сол жерде жаңағы жақсы атпен қалса қалды, қалмаса жаман атпен соны сығып алып басқа жаққа, мысалы Атырауда әкім болып отырған адамды Қостанайға, Қостанайда әкім болып отырған адамды Алматыға жібереді деген сияқты. Яғни жаңағы қосылғыштардың орны ауысқанмен қосынды өзгермейді деген нәрсе бар ғой. Бір жақта әкім болған адам келесі жаққа ысырып жібере береді. Яғни бұл жерде марқұм Бердібек Сапарбаев ағамыздың сөзі еске түсіп отыр. Солдат деген сөз. Қай жаққа жіберсе сол жаққа бара береді деген сияқты. Қалай дегенмен де әкімдерді тағайындау жергілікті өзін-өзі басқару принциптеріне негізделу керек. Бұл жай ғана айтыла салған сөз емес, себебі мен соның оқуын өзім оқыған адаммын. Жергілікті және мемлекеттік басқару. Яғни жергілікті жердегі халықтың құрмет қошеметіне бөленген әкім ғана сол жердің мәселесін шеше алады. Және ол міндетті емес.
қандай да бір рудан шығуы, қандай да бір жүзге жатуы, не болмаса қандай да бір басшының туысы жақыны болуы, не болмаса Ақорданың батасын алуы міндетті емес. Ол сол жердегі, яғни Аққұдық ауылының, не болмаса жаңағы Бозжыра ауылының деген сияқты сол жердің мәселесін бес саусағындай білетін адамды басшылыққа әкелу арқылы ғана халықтың құрмет қошеметіне бөленеді ол әкім, және тиімді жұмыс жасай алады. Досаев сияқты жаңағы бастысы Ақордаға алдында адалдығым болса болды емес, Алматының ризашылығын алу керек. Қазіргі кезде Алматының қаншама тұрғындары осы кезге дейін жылдар бойы Досаевты орнынан кетіре алмады. Неше түрлі айтпаған сөз жоқ. Ал ол кеткеннен кейін халық қол соғып мәз майрам болып жатыр. Ақыры жібердік ау деп. Ал шынында да Досаев орнынан кеткен кезде халық орнынан тұрып үлкен қошеметпен шығарып салу керек еді. Негізінде ол керемет әкім болатын болса. Бұл үлкен сабақ алатын мәселе президент әкімшілігі үшін. Өйткені жергілікті жердің жағдайын білмейтін әкімді тек қана орталықтан тағайындап жіберу, бұл тек қана президент әкімшілігі үшін ғана тиімді болуы мүмкін, ал халық үшін ол тиімді болмайды. Себебі сол жерде тұрып жатқан халықтың мәселесін білмейтін әкім орталықтан келіп тағы кабинетінен шықпай отыратын болса, мына Талғарда әкімін қараңыздаршы, керемет үлкен халықтың құрмет қошеметіне бөленіп жүр. Негізінде дейді, мына Досым Сәтбаевтың айтуына қарағанда, негізінде бұндай әкімдер орталыққа жақпауы мүмкін дейді. Себебі орталықтан тағайындалған әкім қашанда сол жаққа адалдығын сақтап тұратын болса дейді, онда жергілікті жердегі халықтың құрмет қошеметі оған қатты бір қажеттілік етпейді дейді. Бұның губка деп атап отыр мына саясаттанушы ағамыз. Және жергілікті жерде дейді, ол халықтың қатты құрметіне бөленсе, ол орталыққа жақпай қалуы мүмкін дейді. Өйткені ол орталыққа тікелей қауіп төндіруі мүмкін дейді. Яғни халықтың үлкен құрмет қошеметіне бөленген әкімге халықтың ықыласы ауатын болса, онда мына жақтағы адамдарға ол көлеңке түсіруі мүмкін дейді. Қалай дегенмен де саясат бұл осындай нәрсе. Ол саясат бізге дейін де болған, бізден кейін де болатын нәрсе. Адам бар жерде саясат болады. Ал саясатты дұрыс басқару бұл саясат өнерінің керемет кемелденгенінің көрінісі. Бұны Қытай философтары да, үнді ғалымдар да, арабтың оқымыстылары да түбіріне дейін зерттеп бола алмаған. Тарихшы ретінде айтып отырғаным сіздерге. Өйткені саясат деген әрқашан құбылмалы нәрсе. Саясат тек қана халықтың жағдайын ойлауға бағытталатын болса, мына Черчилльдің сөзімен айтатын болсақ, саясаткер дейді, ол келесі сайлау үшін жұмыс істейтін адам. Яғни халықтың дауысын алу үшін жұмыс істейтін адам саясаткер. Ал қайраткер бұл 10 жылдық, 100 жылдықты жоспарлап халықтың игілігі үшін қызмет ететін адам. Міне саясаткер мен қайраткердің айырмашылығы осында. Ал бүгінгі әкімдерді саясаткер деп айта аламыз ба, әлде қайраткер деп айта аламыз ба? Қалай ойлайсыздар? Жалпы халықтың есінде қалған еңбегі елге, айтады ғой, халық үшін күндіз отырмай, түнде ұйықтамаған әкімді айта аласыз ба? Жалпы мына тәуелсіз Қазақстанның тарихында іліп алар, міне мына әкім кезінде осындай істеп еді, халықтың құрметіне осылай бөленіп еді, мына әкімнің еңбегі осындай еді. Міне бұл әкімді халық ұмытпайды. Бұл әкімнің соншалықты елге еткен еңбегін халық ешқашан ұмытпайды. Халықтың жүрегінде қалды дейтіндей әкім бар ма? Мына біздің шамамен 30 жылдан асты ғой тәуелсіздік алғанымызға. Сондай әкімді айта аласыз ба? Ол мүмкін ауылдық жерді басқарды, мүмкін қаланы басқарды, мүмкін облысты басқарды. Қандай әкімді айта алар едіңіз?